Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздерге өзіміздің саяжайымызды көрсеткіміз келіп отыр. Мына саяжайда не өсиеті, қандай өсімдіктер бар, сол туралы айта кеттік. Әуелі былтыр күзде түсірілген фотолар мен өнімдерімізді көрсете кетуде жөн көрдік. 12 сотық саяжайымызда алманың екі түрі, қара өрік, қаралы, шие, малина, құлпынайдың екі түрлі сорты, қияр мен қызанақ, перец, картоп, сәбіз, қызылша, кәді яғни асқабақ, сарымсақ, көкпияз және укроп өседі. Күзде түсірілген фотоларды көрдік, ал енді саяжайға саяхатты бастайық. Бұл біздің саяжайдың кіре берісі. Мынандай су сақтайтын не бар, бірақ біз бұдан әзірше суармаймыз, өйткені оған қажеттілік жоқ, су келіп тұр. Бір тек толтырып запасқа алып қойғанбыз. Әуелі қарағайдың астына өтесіз. Мынау қарағайдан қылқан жапырақты қарағай. Бұдан кейін мінекей сол жағымызда алмалар бар. Алмалар түйген, гүлдеп болды, түйген. Мынау біздің кішкентай саяжайдағы үйшік. Алма бұл жер, алма жер, алма бақ, ар жағының бәрі алма бақ. Жалпы көлемі 12 сотық, екі жаққа енді гүлдер еккенбіз. Қазір гүлдеп болып қалды. Гүлдер онша емес қазір. Мына жерде азғантай ғана шие бар. Содан кейін шырша. Әзірше басында ондай пайдалы емес нелер, өнім бермейтін сирень ағашы. Ал енді басталады шие. Бұл жақта үйдің алдын гүлдендіру үшін, ар жақта үй ғой. Үйдің алдын гүлдендіру үшін гүл. Жерден шланганы жағына жерге қойып кеткен. Малиналарды суару үшін мінекей шлангы. Малиналар су іше берсін. Малиналар су іше берсін. Ал бізде ары қарай жалғастырамыз. Мына жерде де алма ағашы бар. Мінекей алма ағашымызды кесіп дайындағанбыз. Алмалар түйіп жатыр енді. Оң жағымызда малина, сол жағымызда шие. Мінекей біздің саяжай. Бүгін екісі маусым айы. Алма, шие, жағында малина. Бер жақта. Бұл саяжай егін екпектігілі неге ине шаншатын бос орын жоқ. 12 сотық жер. 12 сотық жерде өздеріңіз көріп отырсыз. 12 сотық жерге су толып тартылған ортадан. Бір бөшке. Мінекей. Мына жерде бұл жерден әдемілік үшін болатын, гүл болатын, қазір гүл жоқ. Оның гүлдері гүлдеп болған екен орнына. Мындай не тастағанбыз қияр. Мына жерде мынандай арка болатын гүл. Бер жағында шие. Көбінесе көп жылдық өсімдіктерге аса мән береміз. Біздер мына жағында қызанақ пен перец. Жақта шие. Ар жағында бәрі малина. Шие. Мына жерде қияр. Жағы шие. Мына жақта қияр. Сеткаге байланып өседі. Қиярдың ар жағы малина. Биыл картошканы кес жектік. Мына жерде картошка болады. Шығады. Жаңа суарып қойдық. Мына жағында шие. Бұл жерде қызылша болады. Бұл жерде құлпынай. Біздің құлпынайлар енді кең, үлкен. Бірінші орында бізде ең көбі малина, шие және құлпынай. Құлпынайдан клубника дейді ғой енді. Мынандай клубникалар шығады. Мынандай әлі қазір түйді, әлі қызарған жоқ. Мыналар енді ең кеш гүлдеп жатқандары. Мына жиен. Қош.
Суды ауыстырып қою керек. Мына жерде құлпынай, ар жағының бәрі малина. Так, ар жағында ранетка, алмалар бар. Қазір үйдің арт жағын көрсетемін сіздерге. Дачада күз. Биыл дачадан өнім өте жақсы болды. Алма көп, помидор, огурцы, слива, клубника, малина. Көп болды. Тағы да басқа көп өнімдер алдық. Su azaldı mı? Değil mi abi? Aldım. Aferin. Ғылым және ауыл арнамызына тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Саяжайға саяхатымыз осымен аяқталды. Көлікті жуып, үйге қайтамыз. Ал сіздерге келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар дейміз.